Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз ерекше жасалу жолы өте оңай шүберектер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен ыдысымызға 1 шай қасық тұз, 1 кесе қайнаған жылы су, 1 кесе сүт және 3-4 қасық сұйық май, 1 жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды қоса отырып, қамыр илейміз. Жұмсақтығы орташа болу қажет, қатты немесе өте жұмсақ болмауы керек. Қамырымыздың бетін жауып 30 минутқа қалдырамыз. Салмасына сиыр етінің фаршы, құрамына май араласқан болу керек және пияздан 3 дана осылай турап аламыз. Одан кейін укроп петрушкамызды тураймыз. Енді салмамызды дайындайтын боламыз. Туралған пиязды, укропты, петрушканы қосамыз және тұз бұрышын өзіміз дәмін көре отырып, қосып жақсылап араластырамыз. Одан кейін қамырымызды осылай теңдей 2 бөлікке бөліп, үлкен етіп зуала жаямыз, яғни пельменге, ет тамаққа жайған сияқты қамырымызды жайып, осылай формалармен дөңгелек етіп ойып аламыз. Артық қамырларын жинап аламыз. Мінекей достар, қалыңдығы өте қатты жұқа емес, өте қатты қалың емес, осылай орташа болу қажет. Әрі қарай салмамызды салып, осылай қамырдың шетін қолымызбен біріктіріп жібереміз. Содан кейін шанышқының көмегімен шетінен басып шығамыз. Дәл осы қалыппен қалған шүберектерімізді де осылай жасап шығамыз. Жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер және менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Қызып тұрған майымызға шетінен шүберектерімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей достар, осылай қызарғанша қуырып аламыз. Шүберектер ешқандай сыртында артық майы болмайды. Қорықпай дайындап көріңіздер. Мінекей достар, біздің шүберектеріміз дайын. Өзің тойса да көзің тоймайтын өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер.